Саламатсыздар ма, құрметті студенттер? Текей Батыр Қарпықұлы атындағы жоғары колледжі оқытушы Жүсіпова Айнұр Мейірімна. Бүгінгі тақырыбымыз көрініс пен тіліктің қосылысы. Сабақтың мақсаты көрініс пен тілік қосылыстарын пайдаланып, сызбаларды орындауды үйрену, көз алдына кеңістікте елестету және ойлау қабілетін дамыту, графикалық жұмыстарды нақты және таза орындауға тәрбиелеу. Жарты көрініс пен жарты тілікті қосу. Көптеген бұйымдардың пішімі тек қана тілікпен немесе көрініспен анықталмайды. Бұйымның толық пішімін көз алдына елестету үшін жарты көрініс пен жарты тілікті қосу қажет. Жарты көрініс пен жарты тіліктің шекарасында қолмен тұтас берек сызық жүргізіледі. Берілген нұсқада сызбаны орындау тәсілі көрсетілген. Жарты көрініс пен жарты тіліктің қосылысы көбінесе симметриялық бұйымдарда қолданылады. Бұйымның пішініне талдау жасап, және симметриялығын анықтаймыз. Берілген сызба ішкі сызба А және сыртқы сызба Б-да құрылымның ерекшелігін ашпайды. Қарап тұрсаңыздар, А нұсқасында сызбаның көрінісі, Б нұсқасында сызбаның тілігі. Бұйым симметриялы болғандықтан жарты көрініс пен жарты тілікті қосуға болады. Бұндай кескін бұйымның сыртқы және ішкі геометриялық пішіні туралы толық мәлімет береді. Бұйымның пішінін, дененің айналуын талдаймыз. Симметрия осі горизонтальды орналасқан. Бұйым цилиндр тәрізді түлке. Бұйымның сызбасын тілікпен орындау. Бұндай кескін бұйымның сыртқы және ішкі геометриялық пішімі туралы толық мәлімет береді. Бұл сызбаны орындау ережесі. Көрініс пен тіліктің шекарасында симметриялық осі жүргізіледі. Егер бұйым вертикалды симметриялы болса, онда сызбада тілік симметриялық осьтің оң жағында орналасады. Егер бұйым горизонтальды симметриялы болса, онда сызбада тілік симметриялық осьтің төменгі жағында орналасады. Мына нұсқада көріп тұрғаныңыздардай, дұрыс және дұрыс емес нұсқасы көрсетіліп тұр. Жарты көрініс пен жарты тіліктің қосылыстың өлшем қою ережесі. Бұйым сызбасы втулка. Қалай дұрыс орындау керектігі көрсетіліп тұр. Енді сабақты қорытындылау кезеңіне келдік. Әр түрлі машиналардың механизмдерде көрсетілетін қосылыстар. Ол типтік қосылыстар. Дұрыс. Бұйымды бүлдірмей ажыратып алуға болатын қосылыстар. Ажырамайтын қосылыс. Ол қандай қосылысқа жатады? Ажырайтын қосылысқа жатады. Пісірмелі қосылыс қандайға жатады? Ажырамайтын қосылысқа жатады.
бұл кез келген зат немесе сол аталмыш кәсіпорында жасалып өндірілген заттың жиынтығы. Бұйым. Бірыңғай материалдан жасалатын бұйым ол бөлшек. Құрастырмалы бөлшектерден тұратын бұйым құрастырмалы бірлік. Бұл қандай қосылыс? Дұрыс, шартты көрініс пен шартты тілік. Шартты көрініс пен шартты тіліктің қосылысы көбінесе қандай бұйымдарда қолданылады? Симметриялық бұйымдарда қолданылады. Бұл қосылыс дұрыс орындалған ба, балдар? Әрине дұрыс орындалған. Бұл бұйымға неше көрініс жеткілікті? Бұл бұйымға, қалай ойлайсыздар? Дұрыс, 2 көрініс жеткілікті. Мына қосылыс дұрыс орындалған ба? Бұл әрине дұрыс емес. Үй тапсырмасы көрініс пен тілікті орындаңыз. Назарларыңызға рахмет.